Достар, сәлем. Қысқа осындай кабачкидан икра жауып тастадым. Өте дәмді шықты. Сол себепті сіздермен де бөліскім келеді. Рецебімен 100% шығады. Соңына дейін бірге көріп жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: кабачки, ортасындағы жұмсақ жерін алып тастадым, сәбіз, пияз қажет, және томат, сұйық май, 9% уксус қажет. Сондай-ақ қант қажет, тұз және қара бұрыш. Пиязды кубиктап турап аламыз. Барлық мөлшерлемелерін описанияда қалдыратын боламын. Сәбізді де дәл солай 4 бұрыштап кубиктап тураймыз. Немесе теркадан да өткізіп алуға болады. Бір жағынан банкілерімізді және қақпақтарымызды осылай залалсыздандырып аламыз. Келесі кезекте кабачкиді де осылай 4 бұрышты уақыттап тураймыз. Мен пайдаланып жатқан кабачкиім көріп тұрғандарыңыздай өсіп кеткен, ірі болып өзінің ауламнан шыққан кабачки. Және осындай ірі кабачкиларды мен осылай икра жасауға пайдаланып тастаймын. Барлығын турап болдық. Енді ысып тұрған табаға сұйық майымызды құямыз және бірінші пиязды жақсылап тұрып қуырып аламыз. Пиязымыз біраз сарғайғанша қуырамыз және үстінен сәбізді, туралған сәбізімізді саламыз және оны да жақсылап тұрып қуырамыз. Үстіне томат пастасын саламыз. Барлығы жақсылап тұрып қуырып алдық. Енді үлкендеу ыдысқа ауыстырамыз. Негізі асты күйіп кетпес үшін ыдысымыздың асты қалыңдау болғаны дұрыс. Кастрөліміздің астын жағып қойдым. Отта қайнап жатыр. Енді үстіне біртіндеп кабачкиді толықтай саламыз. Үстіне қант саламыз, тұз және бұрышты бірге салып жібереміз және барлығын араластырамыз. Асты күйіп кетпеу керек, тез араластырамыз. Біртіндеп соғы шыға бастайды. Қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. Толықтай пісті кабачки. Енді осыны блендерлаймыз. Жақсылап тұрып барлығы езілгенше блендерлап шығамыз. Неке осындай біркелкі болды барлығы езілді. Асты ең төмен баяу отта қайнап жатыр. Блендерлағаннан кейін икраны қайнатқанда өте сақ болу қажет. Бұрқылдап атылады жан-жаққа. Неке осындай. Енді үстіне 2 ас қасық уксус құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз да отты сөндіреміз. Отты сөндірген бойда алып, дайын тұрған банкілерімізге құйып, сол бойда жауып тастаймыз. 2 килограммдық кабачкиден менде барлығы жарты литрлік 3 банка және 700 граммдық 1 банка шықты және азғандай кесеге жеуге қалды. Дайын болған банкілерімізді жылы жерге жауып 1 күн қоямыз. Неке достар, түсі де өте әдемі және дүкеннен сатып алғаннан көрі үйден жасаған 10 есе артық. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Достар, егер видео ұнаса,
мені қолдап лайк басып комментарий қалдырып подписка жасауды ұмытпаймыз. Ас болсын.